Экономикалық теория негіздері пәні тақырыбы қаржы және валюта ұғымы. Жоспар, қаржы туралы түсінік беру, валюта туралы түсінік беру, валютаның түрлері. Қаржы дегеніміз мемлекеттің аймақтардың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің заңды және жеке тұлғалардың ақшалай қаражаттарының құралуы болып табылады. Қаржыгер қаржы саласында жұмыс істейтін, ақша қаражаттарының дұрыс жұмсалуын қадағалап, табысты көздейтін маман болып табылады. Қазақстанда таңдаулы мамандықтардың ішіндегі қаржыгер саласы 10,5%-ды алып жатыр. Басқа сөздермен айтсақ, қаржыгер бұл банкирлер, инвесторлар, трейдерлер, биржа жұмыскерлері, қаржы директорлары, салық инспекциялары және жұмыскерлері, қаржылық менеджерлер, есепшілер мен аудиторлар жатқызамыз. Қаржы саласында жұмыс істеп жүрген мамандар әлемдегі экономикалық өзгерістерді, экономикалық дағдылардың барлығын біліп меңгеруі тиіс. Ал бұл жағдайда өзгерістер күнделікті болуы мүмкін. Қазақстан Республикасында бұл сала пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Еліміздің президенті жарлығы бойынша 1997 жылдың 13 қарашасында мемлекеттік валюта күні деп жарияланды. Міне осы күннен бастап қаржыгерлер күні тойлануда. Қиыншылығы болмайтын сала түрі жоқ, әр мамандықтың өз қиыншылықтары болады. Қаржы саласының қиыншылықтарына тоқтала кетсек. Қаржы маман иесі әрқашан үлкен сомадағы ақша қаражаттармен жұмыс жасайды. Сол себепті қаржыгер бойында адалдық қасиеті болуы тиіс. Қаржы нарығы дегеніміз не? Қаржы нарығы ақша операцияларының арнайы саласы болып табылатын нарықтық қатынастар жүйесі болып табылады. Қаржы нарығы келесі функцияларды орындайды: реттеушілік, ақпараттық бөлу, коммерциялық баға белгілеу. Қаржы нарығы валюта нарығы, алтын нарығы, капитал нарығы, ақша нарығы, қаражатының нарығы деп бөлінеді. Ақша қатынастары қаржы қатынастарынан қалыптастырылады, бірақ ақша қатынастарының бәрі бірдей қаржы қатынастары болып табылмайды. Валюта туралы түсінік. Валюта туралы тауарлар мен қызмет көрсетудің құнын өлшеуге пайдаланылатын белгілі елдің ақша бірлігі. Валюта түрлері: ұлттық валюта, шетелдік валюта, ұжымдық валюта деп бөлінеді. Валютаның тағы түрлері бар. Ол базистық валюта, елдегі басқа валюталардың котировка негізі болып саналады. Ұлттық валюта елдің ұлттық банкісімен шығарылады. Мәміле валютасы және төлем валютасы, баға валютасы деп бөлінеді. Мәміле сыртқы сауда келісімі шарты кезінде тауардың немесе шетелдің несиесінің бағасы болып табылады. Ал төлем валютасы сыртқы сауда келісім шарты бойынша тауардың құны төленген кездегі валюта. Баға валютасы келісім шартта көрсетілген тауардың ақша өлшемі болып табылады. Валютаның айырбастылығы сыртқы экономикалық қатынас үрдісіндегі валютаның шетел ақшалары өлшемдерге ресми валюта бағамына сәйкес еркін айналуы, айырбасталуы. Валюта бағамы деген ұғым бар. Валюта бағамы экономикалық категория негізінде бір елдің ақшалық бірліктің бағасы басқа елдің ақшалық бағасына теңдігі болып табылады. Валюта бағамдарының түрлері: реттелетін валюта бағамы, еркін айналымдағы валюта бағамы, реттеулі айналымдағы валюта бағамы деп бөлінеді. Қорытындылай кетсек, бүгін біз сабақта қаржы дегеніміз не және қаржы қандай қызмет атқарады сол туралы білдік, және де валюта және валютаның түрлері туралы білдік. Үйге тапсырма осы тақырыптарды оқып, және де қысқаша осы тақырыпқа байланысты